Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге раушан гүлдің формасына дайындалатын самсаның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, үгітілмелі әрі әдемі болып шығады. Жасалу жолы оңай әрі көп уақытты қажет етпейді. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен қамырды дайындап аламыз. Ыдысымызға ұнды салып, үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майды үккіштен өткіземіз. Май мен ұн екі бөлек болып қалмау үшін біраз майды үккіштен өткізген соң, онымен жақсылап араластырып отырамыз. Барлық майды үккіштен өткізіп болған соң, осылай қолмен жақсылап крошка жасаймыз. Араластырып болғаннан кейін осылай ортасын шұңқырлау қылып, үстінен тұз және қопсытқыш саламыз. Егер қопсытқыш болмаса, содамен алмастырсаңыз болады. Бір шай қасық соданы біраз уксуспен араластырып салсаңыз болады. Енді үстінен айран құйып, жұмсақ қамыр елей бастаймыз. Ең бірінші қасықтың көмегімен араластырып, кейін қолмен елейміз. Бұл самсаның қамырына ешқандай судың керегі жоқ. Тек қана осы құрам бойынша жасасаңыз, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Еліп болған соң қамырымызды шамамен 20 шақты бөлікке бөлеміз. Менде 21 дана шықты. Енді осылай домалақ қылып жасаймыз. Дайын қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрғанша салмасын жасаймыз. Салмасына тартылған ет, картоп және жуа қосамыз. Картоп пен жуамызды ұсақ қылып турап аламыз. Барлығын турап алғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш және мен біраз сұйық май қойдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Самсаның салмасы дайын. Енді тоңазытқыштан қамырды шығарамыз. Қамырды осылай видеода көрсеткенде жаямыз. Үстелдің үстіне ұн сеппесеңіз де болады, өйткені қамыр қолға жабыспайды. Қамырымызды осылай жайып болғаннан кейін бір жағын кесіп, ішіне салмасын салып, видеода көрсеткенде ораймыз. Осылай орап, астыңғы жағын жақсылап жабыстыру керек. Әйтпесе самса пісіп жатқан кезде барлық ішіндегі сорпасы сыртқа шығып кетеді. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін. Самсаның беті әдемі болу үшін жұмыртқаның сарысына біраз сүт қосып араластырамыз. Енді самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз. Сіздер самсаның бетіне мак немесе қара күнжіт сепсеңіз де болады. Немесе мүлдем ішіне сеппесеңіз де болады. Самсаны табаға салып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Менің самсам шамамен 30 минуттай пісті. Ішіндегі салмасы толықтай дайын болды. Қамырымыз жұмсақ әрі үгітілмелі болып шықты.
Жасалу жолы өте оңай болғандықтан сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.